Орманда жалғыз өзіңіз келе жатсыз, қасыңызда біреу бар, ол кім болуы мүмкін? Осы сияқты қазір бір психологиялық тест жасаймыз. Сізге өмірде қандай заттар маңызды екен, сіздің ішкі бейсанаңыздағы заттардың барлығын осы тест арқылы шешіп беретін боламыз. Ойлауға ерік беретін боламыз. Кеттік. Бірінші сұрақ. Орманда жалғыз келе жатсыз, қасыңызда бір жан бар, ол кім? Екінші сұрақ. Орманның ішінде келе жатқаныңызда сіздің алдыңыздан орманнан бір аң шығады, яғни жануар. Жануардың көлемі қандай? Үлкендігі. Үшінші сұрақ. Жануармен сіздің көзіңіз бір-біріне қараған кезде ол жануарға деген сіздің қарым-қатынасыңыз қандай? Төртінші сұрақ. Орманның ішінде келе жатқанда бір үлкен ашық алаңға кез болдыңыз, ол жерде бір үй бар, үйдің көлемі қандай? Бесінші сұрақ. Сіздің арманыңыздағы үйдің сырты қоршалған ба? Алтыншы сұрақ. Сіз үйдің ішіне кірдіңіз, кухняға. Кухняда ас бөлмесінде, яғни стол тұр, оның үстінде заттар бар ма, немесе айналасында не көріп тұрсыз? Жетінші сұрақ. Артқы есік арқылы сіз сыртқа шықтыңыз. Шөптің үстінде бір тостаған, яғни ыдыс жатыр. Сол ыдыстың материалы қандай? Сегізінші сұрақ. Ол ыдысты не істейсіз? Тоғызыншы сұрақ. Алдыңызда су ағып жатыр. Ол су қандай су? Оныншы сұрақ. Сіз сол су арқылы арғы жағаға қалай өттіңіз? Психологиялық тест ол сіздің бүкіл бейсанаңыздағы сіздің құпияларыңызды ашып береді, ішкі әлеміңізді. Бірінші сұрақ. Орманда жалғыз келе жатқанда қасыңыздағы адам ол сіздің өміріңіздегі өте маңызды адам. Екінші сұрақ. Сіздің өмір сүріп жатқан кезіңіздегі проблемаларыңыз. Сіз проблемаларды қалай қабылдайсыз? Үлкен кішілігіне байланысты. Қаншалықты үлкен проблема көретін болсаңыз, сіз үшін өмір сүру соншалықты қиын. Проблемаларға соншалықты қиыншылықпен қарайсыз. Үшінші сұрақтың жауабы. Сіз ол аңмен көзіңіз түйіскен кезде не істейсіз? Не істесеңіз, сол арқылы проблемаңызды шешесіз. Агрессивті, пассивті, қашып кетесіз. Қашып кетсеңіз, проблемаңыздан қашып жүресіз, өмір проблемаңызды шеше алмайсыз өзіңіз. Төртінші сұрақ. Үйдің көлемі қаншалықты үлкен болып көз алдыңызға елестеткен болсаңыз, сіз өмірде соншалықты күтетін армандарыңыз өте көп. Әлі алда күтетін армандарыңыз да, алға қойған мақсаттарыңыз да, өмірден күтетін дүниелеріңіз өте көп деген сөз. Үйдің сырты қоршаусыз болатын болса, сіз еркін, ашық адам боласыз. Егер үйдің сырты қоршалған болса, сіз іштей тұйық адамсыз, және сіз біреудің шекарасына, біреудің өміріне рұқсатсыз кірмейтін адамдардың қатарына жатасыз. Үйдің ішіне кіргенде, ас бөлмесінде, столдың үстінде, айналасында ешқандай затты, еш нәрсені көрмейтін болсаңыз, сіз өзіңізді іштей бақытсыз адам деп санайтын боласыз. Жетінші сұрақ. Тостағанның материалы ол сіздің отбасыңызға деген қарым-қатынасыңыз. Ыдыстың материалы қаншалықты қатты болатын болса, отбасыңызға алаңдаудың еш қажеті жоқ. Егер ол жұмсақ немесе жұқа материалдан болса, сіздің отбасыңызға алаңдауыңызға болады. Тостағанға жасаған іс-әрекетіңіз бірінші сұрақтағы адаммен тікелей байланысты. Ағып жатқан судың көлемі қаншалықты үлкен болатын болса, ол сіздің жыныстық қарым-қатынасқа деген көзқарасыңыз, тәбетіңіз. Арғы жағаға қаншалықты су болып өтетін болсаңыз, сіздің жақын қарым-қатынастарыңыз көп деген сөз.